Әріптестер, презентация көрініп тұр ма? Құрметті әріптестер, бүгін менің сіздердің алдарыңызда ұсынып жатқан өнімнің атауы Қуыршақ театры авторлық бағдарламасы. Бұл 2023 жылдан бастап 2-ші жыл қолданыста аффирмациядан өтті. Қуыршақ театрдың тақырыптың өзектілігі бұл қазіргі кезде балалар оқушыларымыздың әдеби оқулықтарды оқымайтындығы, және ұялы телефонмен тәуелділігі, уақытты тиімді қолданбауына байланысты, және театр, жалпы сахналық мәдениет, сахналық тіл осы өзектілік болып тұр. Осы үшін шығармашылық ойлау қабілеті, коммуникативтік біліктілігі қалыптасу, және оқушылардың арасында вербалдық қатынасы шектелу, сахналық театрдың шығармашылықпен айналысуға, әдебиетпен жұмыс істеу, өз ойын көркем тілмен жеткізу, және сахна мәдениеті дағдылар, ерекше білімді қажет ететін оқушылардың шығармашылық ішкі жан дүниесін ашуға мүмкіндік жасамауынан төмен деңгейде болып тұрғандықтан өзектілік ретінде осы бағдарламаны алып отырмыз. Енді бұл бағдарламаның мақсаты білім алушылардың, ерекше білімді қажет ететін оқушылардың қоса шығармашылыққа, театр өнеріне деген қызығушылығын арттыру, және қуыршақ арқылы көркем сөйлеу, сахналық тіл және сахналық мәдениет пен коммуникативтік дағдыларды қалыптастыру. Ең құрылымды 4 моделімен қарап отырмыз. Бірінші модель театр туралы шолу, екінші қуыршақ театр, үшінші модельде сахналық тіл және мәдениеті, төртінші актерлік шеберліктің үні. Енді осы театрдағы Қуыршақ театрдың авторлық бағдарлама нәтижесінде бізде қандай нәтижеге жетті? Бірінші, театр мен Қуыршақ театрдың негіздерімен танысады, білім алушылардың сөйлеу шеберлігін, тіл байлығын, көркемдік талғамымен қалыптасады. Қуыршақ жасау, саусақ қуыршақ, көлеңкелі қуыршақ, қолға қуыршақ, қорапшалы қуыршақ театр, трос қуыршақ, марионеткалы қуыршақпен сахнада қолдану. Және осы жұмыстың барысында оқушылар топпен жұмыс істеу, бір-бірін тыңдау және өз ойын еркін жеткізе білу дағдылары қалыптасады. Сахналық қойылымдар арқылы оқушылардың өз-өзін көрсету мүмкіндігін кеңейеді. Қазақ халқының және әлем халықтарының ертегілері мен әдеби шығармалары арқылы адамгершілік қасиеттері дәріптейді. Биыл бізде біртұтас тәрбие құндылықтары осы әдеби шығармаларымен бірге тығыз байланысты көрсетілімдер, қойылымдарды дәріптей білдік. Балалардың бойына сахналық тіл және сахналық мәдениетте баулиды. Үш одақтың оқушы, мұғалім, ата-ана бірлескен жұмысы жандандыра түсті. Бұл жерде біз кез келген облыстық, сахналық, кез келген қалалық шебер сабақтар өткізген кезде үнемі біздің қасымызда ата-аналардың қолдауы, ата-аналар балалардың жасаған қуыршақ театр жасау барысындағы, бұл қуыршақ театрдағы қуыршақтарымыздың барлығын өз қолымызбен жасаймыз. Осы қолмен жасалған жұмыстың барлығында ата-ананың көмегі орасан зор екені таныта білдім. Бұл жинақ мұғалімдерге оқу үдерісіне жоспарлауда, оқушылардың оқу жетістігін бағалауда және қосымша дайындық жүргізуде тиімді көмекші құрал бола алады. Енді біз осы менің 3-ші сыныпта қолданған қойылымдардың барлық қамтылған және бұл практикалық түрінде өткізіп, өз бойымыздан аффирмациялықтан өткізгендіктен, бұл бірінші орманда болған оқиға, саусақ және қолға қуыршақ қойылымы, бұл қалалық және облыстық форумға қатысты. Бұл қойылымды ар-ұят құндылыққа шақырады. Қазір бұл бағдарламаның ішінде бұның сценарийінің барлығы берілген. Екінші 12 ай Қытай халық ертегісі көлеңкелі қуыршақ қойылымы қалалық және облыстық форумға шықты. Бұл оқушылардың бойына талап, жауапкершілік құндылыққа шақырады. Бұл да қазір бағдарламаның ішінде дайын сценарий түрінде беріліп тұр. Құрманғазы ата күйлері, трос марионеткалы қуыршақ қойылымы облыстық форумда балалар және театр жоба аясында өткізілді шебер сабақ.
балалардың қолындағы түгел қуыршақтардың барлығы көркем еңбекке, музыка, әдебиеттік оқу пәнінің кіріктірілуімен керемет жетістікке жетті десе де болады. Бұл жерде оқушылардың тілі байлығы, сахнаға шығу, өздерінің бір-бірінің топпен жұмыс жасаудағы ұйымшылдығы дәлел ретінде көрсете білді. Ешкімде, ештеңеде ұмытылмайды саусақ қолғап қуыршақ театр көрсетілді. Бұл саусақ қолғап қуыршақ театрды қалалық ғылыми практикалық конференцияда бұл ешкімде ештеңе ұмытылмайды қойылымын көрсетті және қалалық облыстық концертке қойылымдарды сомдады. Бұл жерде біртұтас тәрбиенің талап, жауапкершілік құндылыққа шақырады. Енді жер ана қойылымы, трос және саусақ қолғап марионеталық қуыршақ қойылымы Экоөтпесті облыстық форумға қатыстық былтыр. Сол кезде оқушыларымыз талап және жауапкершілік құндылыққа шақырды. Енді бұл жер ана қойылымда осы 3 сыныптың қуыршақ театр бағдарламасының сценарийі дайын күйінде беріліп тұр. Енді осы оқушылардың жұмысының біртұтас бағалауындағы жетістіктеріне қандай нәтижеге жетіп жатқанын барлығында жоба ретінде бақылай бастадым. Осы кезде оқушы қуыршақ театры арқылы оқу сауаттылығын жетілдіру тақырыбында оқушы күнделікті кітапханада өзінің тілі байлығы орыс тілді оқушы 2 сыныптан бастап байқаған болса, 3 сыныпта қуыршақ театр бағдарламасын қолға ала бастадым. Осы оқушы жоба ретінде қолға ала бастады. Сол кезде осы оқушының тілі байлығы, оқу сауаттылығы жетілдіре бастағанын, өзінің зерттеу жұмысын қалалықта 1-ші орын ғылыми жұмысы ретінде, облыстан 2-ші орын иеленсе, осы жол қуыршақ театр арқылы оқу сауаттылығын жетілдіру тақырыбында республикалық зерттеуде 2-ші орынға ие болды. Осы кезде оқушы өзінің ойынан шығармашылық дарынды қалыптаса бастады. Өзінің ойынан орман және менің достарым атты өз қиялынан шығармасын жазып, республикалық жобада сомдады. 2-ші орын алған көрініп тұр. Енді сонымен қатар облыстық балалар және театр жобада облыстық Қазақстан таңғажайып жануарлар әлемі облыстық байқауында мәнерлеп оқудан Есетенкар Қанатова Инжу 1-ші орын алды. Алдарыңызда қалалық республикалық жобаның белсенді қатысып, оқушылар өзінің арнайы ақыларымен, жүлделерімен көптеген жетістіктерге жете бастады. Оқушылардың бұл жұмыстың барлығы осы қуыршақ театр 3-ші сыныпқа арналған оқу бағдарламасында көрініс таба білді. Енді біз сіздердің алдарыңызда әрине қуыршақ театры глоссарий беріліп тұр. Сіздерге арндарыңызда беріліп тұр. Қуыршақ дегеніміз не? Қуыршақ театры, актер, сахна, сергек марионетка деп қазір бұрыннан аталған болса, қазір қазақ тілінде сергек деп аударым беріліп тұр қазақ тілінде. Биік экран, қолға қуыршақ, бупонада, декорация, репертуар, мимика, пантомима, дауыстап сөйлеу, интермедия, сценарий, режиссер, көрермен, костюм, басты кейіпкер, қойылым, күлкілі көрініс. Осы тірек сөздерді қазір сіздерге мен бір жақсылап жазып аласыздар ма? Әлде сіздер скриншоттап түсіріп аласыздар ма? Осы бойынша сіздер қайсыны жақсы білесіздер? Өздерінің кері байланыстарды жіберуді ұсынамын. Енді сіздерде қандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақтарыңызды қоя берсеңіздер болады. Бұл мектепте үйірме ретінде немесе бағдарлама ретінде қолдануға болады. Маған өзімнің QR-кодты арқылы жіберіп отырмын. Сол арқылы байланысқа шығып, бағдарламаны ұсыныс ретінде сіздерге өнімді беруге дайынмын. Өздеріңізде қандай кері байланыс жасағыларыңыз келеді? QR-кодты беріп тұрмын.
Сұрақтарыңыз бар ма? Чатқа сұрақтарыңызды қоя берсеңіздер болады. Бұнада бұл театрда қолданатын күлкілі сатиралық әдіс қуыршақ театрында үнем кездеседі. Кейбір көрермендер көріп отырып күліп жібереді. Аяқ астынан күлкі келеді. Яғни күлкі келетін кезеңдер болады, сәттер болады. Соны біз бупонада деп атаймыз. Біз жаңағы бұл сөздердің барлығын қазір біздегі қуыршақ театрында қолданыста оқушылар, білім алушылар барлық жаттыға біледі. Қуыршақ дегеніміз оның біздің қолымызда қолданатын кәдімгі құралымыз. Ол қуыршақтың түрлері көп. Екінші, қуыршақ театры. Театрдың түрлері өте көп. Музыкалық театр, сахналық театрландырған театры, балет театры, оның ішіндегі ерекше қылдырып алатын қуыршақ театры. Актер, қуыршақты басқаратын адамды біз актер деп атаймыз. Сахнаны біз қойылымды өтетін орны. Енді сергек, бұл марионетка ойыншығы, биік экран деген біз сахнаны ғана айтамыз, анау теледидар деп айтамыз. Жоқ, биік экран деп біз қуыршақтың бер жағында орында тұрған шиырманы да біз биік экран деп те айтамыз. Қолға қуыршақ, бұл перчатка, жаңағы қолға қуыршақты атаймыз. Бупонадан жаңа айтып шықтым. Яғни бұл күлкілі. Адамдар өздері көріп отырып, қарқылдап күліп жүру, немесе аузын басу, өзі ымық-шара арқылы білдіріп қоятын сәтті біз бупонада деп атаймыз. Декорация бұл қойылымдар жиынтығы. Репертуары бұл біздің жарнама. Мимика бұл жаңа қуыршақтардың бет келбеті. Пантомима дегеніміз ол қозғалыс. Әртүрлі қозғалыста болады. Жылдам қозғалу, ақырын қозғалу, ымы-шараны көрсету, дауыстап сөйлеу. Дауыстап сөйлеу озвучка дейді. Бұл біз егер қуыршақтағы адам өзі қозғалысқа еніп жатса, сол қуыршақтың артында басқа бір екінші кейіпкер дыбысты келтіру. Соны озвучка, дауыстап сөйлеу дейді. Интермедия дегеніміз бұл қысқа әзіл, музыкалық көрініс, көңіл көтеру үшін қолданады. Сценарий бұл қазір бағдарламаның ішінде менде осы жаңа атаған оқушылардың апформациядан өткен барлық қойылымдардың сценарийі дайын беріліп тұр. Режиссер дегеніміз жаңа оның басқарып отқан жетекшіні біз режиссер дейміз. Көрермен, яғни осы қойылымды біз алдымыздағы 40 адам, 50 адам көрермен ретінде көріп отқан адамды айтамыз. Костюм, яғни костюм қуыршақта қолданып жатқан басқаратын адамның үстінде киімі. Басты кейіпкер біздегі ең бірінші рөлді жүргізіп отыратын негізгі кейіпкер атаймыз. Қойылым, біз сахнаға қойылымды ойнап шыққан, нағыз өнімді қойылым дейміз. Күлкілі көрініс дегеніміз әрине ол жерде адамның сөйлеуі, қуыршақтың қызықты қылдырып көрсетуі. Егер сіздерге керек байланыс жасап, мектептеріңізде үйірме, қуыршақ театры үйірме ашам деген ойда ниеттен әріптестер болса, бағдарламаны сіздерге ұсынуға дайынмын. Рахмет. Сізге де рахмет, Майгүл апай. Рахмет.